Баршаңызға сәлем достар. Менің арнама қош келіпсіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін өте керемет, дәмді болып шығатын таңғы ас жасаймыз. Ең алдымен бізге картошка керек. Картошканы қабығын ашып, осылай теркадан өткізіп аламыз. Мендегі бір 5-6 картошка ашып алдым. Енді осыны теркадан өткізіп аламыз. Жайлап теркадан өткізіп аламыз, достар. Осылай майда көзінен өткізіп алдық. Енді достар, осы картошкамызды теркадан өткіздік. Енді осыны суын сығып басқа ыдысқа саламыз. Осы басқа ыдысқа саламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет таңғы ас шығады. Балдар сүйіп жейтін, қалып кетпейді. Көптеу жасай беріңіздер. Өте керемет шығады. Осылай картошкамызды сығып алдық. Сөлін біз керек етпейміз. Сөлін төгіп тастаймыз. Осылай суы шықты картошканың крахмалы. Енді картошкамызге жұмыртқа саламыз. Осы жұмыртқаны бөлек ыдысқа салып, жұмыртқаны тексеріп, араластырып аламыз. Өйткені жұмыртқаның ішінде біреулері таза емес болып шығады. Сол үшін басқа ыдысқа салып, осылай тексеріп алыңыздар. Сосын қасықпен араластырамыз. Сосын сүт керек бізге. 300 граммдай сүт құямыз. Сосын 1 қасық тұз, 1 қасық содамыз саламыз. Соданы салып араластырамыз әптен. Сосын сүтімізді құямыз. Сосын жұмыртқамызды құямыз. Осы қоспаларымызды біртіндеп құя береміз, сөйтіп араластырамыз. Енді осының артынша сүтімізді құямыз. Сосын кішкене 30 граммдай сары май құйып жіберейік. Сары май құйдым, 30 граммдай ертіп құйыңыздар. Болмаса, сары май болмаса, жаңағы сұйық май құйсаңыздар да болады, тамаққа қосатын. Енді ұнды жайлап осылай қосып отырып араластырамыз. Мендегі бір 300 граммдай ұн жайлап қосасыздар. Бірден сала салмаңыздар. Осылай араластырып аламыз қосып. Егерде қою болып кетсе, сүт құйыңыздар тағы да. Сосын сұйықтау тесто шығады. Осылай араластырамыз. Енді қалған ұнымызды да тағы салып жібереміз. Осы қалған ұнды салып араластырамыз әптен. Енді табамызға май құйып, қыздырып, кішкене май құясыздар, көп құймайсыздар. Осылай қасықпен домалақ қып, котлет пісіргендей қылып, пісіріп аламыз. Өте керемет, дәмді тағам шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Достар, описание бөліміне жазып кетемін, сол жерден қарап жасаңыздар. Достар, менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылай таңғы асымыз дайын болды. Осылай қызартып, қуырып аламыз. Осымен тағамымыз дайын.